Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздер мен Наргиза. Мен бүгін сіздерге өте нәзік, әрі жұмсақ болып шығатын печенье жасау жолымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін күзетіп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бір таза ыдысымызға сары майымызды, сахарный пудрамызды салып аламыз да жақсылап араластырамыз. Қанша граммнан қосқандықтарымды описанияға жазып кетем, сол жерден скриншот жасап алсаңыздар болады. Достар, арнама тіркеліп, подписаться түймесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын араласпамыздың үстіне 2 жұмыртқамызды шағып саламыз, оларды да тағы да жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 50 грамм сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Енді осы араласпамыздың үстіне керегінше ұнымызды, разлителімізді салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған жұмсақ қамырымыздың үстіне шоколадтарымызды салып, тағы да бір араластырып жібереміз. Ішіне қалаған шоколадтарыңыздан пайдаланып, кесіп турап салып жүрсеңіздер де бола береді. Дайын болған тестамызды қолымызды сулап тұрып, өзімізге керекті шеп фигуралар шығарып, листімізге жайлаймыз. Мен осындай домалақ етіп қойдым. Достар, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, подписаться түймесін басып қойсаңыздар, сіздерден өте қуанышты болар едім. Біз тесталарымызды листке жайлап атқанымызда, араларын осылай ашық-ашық қалдырамыз. 200 градуста 15 минут көлемінде пісіріп аламыз. Пісіп шыққан печеньелерді сәндеу үшін сахарный пудрадан сеуіп шықтым. Қаласаңыздар, сеппесеңіздер де болады. Сонымен біздің жұмсақ, үлпілдек, ауызда еридіған печеньелеріміз дайын. Сіздерді жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.